Мен нашар баға алдым. Едені дұрыс жумадым. Қоңырауларға жауап бермедім. Нәтижесінде таяқ жедім. Жизама, сәлем, мен Еламан. Жаңа адамдардың небедете жобасынан. Ежелден балалар басты құндылық болып есептеледі. Ел болам десең, бесіңді дүзе демекші, ғасырлар бұрын пайда болған жазылмаған қағидалар бар. Балаларды сүю, үлкендерді құрметтеу сияқты басты ереже. Алайда ЮНИСЕФ-тің мәліметі бойынша, Қазақстандағы әрбір үшінші ата-ана балаларды тәртіпке келтіру үшін ұрып соғады екен. Ендеше махаббат пен зорлық-зомбылық сияқты әртүрлі ұғымдар бірге бола ала ма? Тексерейік. Согласны ли вы то, что дети являются главной ценностью сегодня в нашем обществе? Да. Конечно. Что такое для вас дети? Дети? Цветы жизни. Это продолжение счастья наше. А вы своих детишек бьете? Бывает по попе. Ну, бывало иногда. Точно не Можно поругать, ну там шлепнуть, наверное. Өзіңіз көтермейсіз? Арасында. Арасында? А мысалы қандай жағдайларды көтеруге болады деп ойлайсыз? Тәртіп бұзған кезде, тыңдамаған кезде, айтқан істемеген кезде. Когда вас мама не била? Наказывала, я же созналась. Да, конечно, можно. Иногда наказываете? Конечно. Как зовут? Слегка шлепнуть. Балдар тәрбиелеу үшін ба? Болады деп ойлаймын. Өзіңіз сонда қолданасыз, сонда? Руку никогда не поднимал. Ну, могу по жопе дать. А у вас было? Честно было. Ну, иногда, наверное, уже давно не били, да, вас? Бәрі балаларды бағалайтынын айтады. Бірақ сауалнамаға сәйкес әрбір екінші ата-ана балаларына қол көтеретінін мойындады. Бірақ та таңғалдыратыны бұл емес. Көптеген ата-аналар мұны қарама-қайшылық деп есептемейді. Тіпті тұрмыстық зорлық-зомбылықты қажеттілік ретінде қабылдайды. Могли и побить, могли и поругать, но от этого мы плохими людьми не стали. Нас, конечно, лупили, мы хорошие люди выросли. Осындай тәрбиенің өскенде кері әсері болады ма? Қазақстан зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдердің үлесі бойынша 169 елдің ішінде 25-ші орында. Қылмыс индексі бойынша ТМД-да 3-ші орын, ал жыныстық зорлық-зомбылық құрбандарының саны бойынша 1-ші орында алып отыр. Сізге қалай екенін білмеймін, бірақ мен үшін бұл салауатты қоғамның сипаты емес. Ал ата-аналардың айтуынша, олар өз балаларын мейірім мен махаббатқа толы ортада өсіреді. Ашық айтайық, мемлекетте, мектептерде баланы зорлық-зомбылыққа үйретпейді. Зорлықшылар мен кісі өлтірушілер болашақта болар қатыгездікті отбасынан алады екен. Гарвард ғалымдарының айтуынша, ата-аналардың балаға жасаған тіпті болмашы зорлығы бала психикасына үлкен әсер етеді. Баланы ұрған сайын, оның болашақта зорлық жасау мүмкіндігі 35%-дан 145%-ға дейін артады. Осы мақалаларға сілтемені сипаттамада қалдырамын. Сонымен, біз шын мәнінде не қалаймыз? Екі жол бар. Біріншісі қарапайым және ең танымал. Барлығын сол күйінде қалдырыңыз. Балаңызды ұрып соғуды жалғастырыңыз. Ақырында оның бойында көптеген физикалық және психологиялық ауруларды дамытамыз. Екіншісі күрделі, көп уақыт алады, күш пен шыдамдылықты қажет етеді. Бұл кепілдік болмайды, бірақ кем дегенде біз айтып отырған жарқын болашаққа мүмкіндік береді. Қазіргі таңда балаларды ұруға болады ма? Ой пікірлеріңізді комментарияға жазыңыз.